Сәлем достар. Бүгін мен осындай бауырсақ пісірдім. Іші аппақ, жұп-жұмсақ, үлпілдеген. Керемет бауырсақтар. Жасалу жолын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп қойыңыз. Сәлем достар. Біз бүгін бауырсақ пісіреміз. Бізге қажет нәрселер: ұнның мөлшерін мен қазір мынандай кесемен алып тұрмын. 200 мл сүт. 200 мл сүттің үстіне 200 мл ыстық су құямыз. Сондықтан ыстық су ыдысымыз сынып кетпес үшін міне бөліп аламыз және бетіне ыстық су құйып жылытамыз. Енді 1 ас қасық майонез, 1,5 шай қасық ашытқы, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасықты толтырмай қант. Енді ұнға барлығын араластырып жібереміз. Шанышқымен араластырып аламыз. Майонезімізді бір сүтке араластырамыз. Майонезді араластырғаннан кейін ақырындап құйып, қамырымызды шанышқымен илеп бастаймыз. Қамырымыз дайын. Міне осылай аздап қолға жабысатын, бірақ қатты емес. Міне өте жұмсақ та емес, осындай қамыр шығады. Енді бұны 30-40 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз, бетін жауып. Бетіне мүлдем ауа бармастай етіп жауып тастаймыз. 30 минуттай өтті. Енді қолымызды аздап майлап жібереміз де қайтарып илеп басамыз. Бабын қандыра 1,5-2 минуттай қайтара илеп, тағы да 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минут өтті. Екінші рет көтерілгенде қараймыз, міне жақсы көтеріледі бірден. Қазір қолымызды майла жібереміз, немесе ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жайып аламыз. Оқтауымызға да ұн жағып аламыз. Аздап қолымызбен басып. Не, қалыңдығын қараймыз. Саусағымыздан кішкентай. Енді осыны бокалмен немесе дөңгелек нәрсемен, кез келген формамен кесіп аламыз. Қызып тұрған қазанымызға жылқының майын салып ертіп аламыз. Ол сорпаның бетінен алынған май болғандықтан арасында суы шытырлап кеткенше дейін суы таусылғанша қыздырып аламыз. Ағаш қасықпен араластыра тұруға болады. Одан кейін кәдімгі сұйық майды араластырып құйып аламыз. Неге мен жылқының майын араластырам? Өте дәмді болады бауырсақ. Егер бұны қалай жасау жолын білгіңіз келсе, дүкенге барып ет сататын жерлерден кәдімгі кәрлеу малдың қазысын сатып аласыз. Оны қайнатасыз. Қазыны, кәдімгі ішекке тығылмаған кәдімгі қазыны қайнатасыз. Оның үлкен майы піскен кезде түгі қалмайды да, барлығы сорпаның бетіне шығып алады. Сол майды сүзіп аласыз да, үнемі осындайға қатырып қойып шетінен пайдаланып жүрсеңіз, бауырсағыңыздың дәмі керемет болады. Ең біріншісін жалғыз пісіріп аламыз. Беті түгел көтерілген кезде екінші бетіне аударамыз. Келесілерінде дәл осылай пісіріп аламыз. Қызарып піскен бауырсақтарымызды алып аламыз.
кесілерін де дәл осылай салып пісіріп аламыз. Сонымен бауырсақтарымыз пісті. Өте керемет бауырсақтар. Көлеміне қараңыздар. Көтерілгендегі көлеміне қараңыздар. Егер бір рет қысатын болсаңыз, ол кішкене уақыт өте келе қайтадан қалпына келетін болады. Қазір кез келген біреуін өсіп көрсетейін. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.